Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін манной каша пісіруді үйренеміз. Бізге ол үшін 1 литр су, 200 грамм сүт, 200 грамм манной жармасы, 3 ас қасық қант, шай қасық жарты тұз, 1 шай қасық сары май, немесе көңілдеріңіз қалауына қарай, одан да көп сары май қосуларыңызға болады. Алдымен біз газға ыдысымызды қойдық, қосып 1 литр суды қазанға құйып қайнатып аламыз. Міне біздің суымыз қайнады. Енді біз суымызға манной жармасын жай сала отырып қасықпен араластырамыз. Бірден салуға болмайды. Бірден салсаңыз түйіршіктер пайда болуы мүмкін. Қасықпен жай араластырып манной жармасын себелей отырып жаймен саламыз. Жармамызды салып болдық. Енді оттың астын басамыз сәл. Бізге қатты оттың керек емес. Енді біз кішкене ғана шай қасықпен тұз саламыз. Екі немесе 3 қасық қант саламыз. 3 қасық қант саламыз. Барлығын араластырамыз. Кейін үстіне сүт құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, оттың астын жай басып қоямыз. Бір 5 минутқа оттың астын жай басып қоямыз. Бес минуттан кейін манной жармасы, яғни манной кашамыз дайын болады. Міне, біздің манной кашамыз дайын болды. Астын өшіреміз. 1 шай қасық сары майымызды саламыз үстіне. Және араластырамыз. Міне, сары майымызды салып араластырып болдық. Манной кашамыз дайын. Тұрғандарыңызда ешқандай түйіршік жоқ. Мен осындай орташа қоюлықта пісірдім. Өте қою емес. Менің балаларым осындай қатты қою емес, кашаны жақсы көреді. Астарыңыз дәмді болсын. Біздің каналға жазылып, лайк басайық.